армысыздар, Ателіктің арасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар, бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де достар, бүгін бізде Сатқын дос екінші серия болмақ. Ал біз бастаймыз. Ой, сабақ та бітті. Екінші тоқсан қаншаға шығады? Менен көшіре береді. Неге өздері істемейді? Сосын олар бірінші тексерді болады, как всегда. Жарайды. Темамды ауыстырып алайын да. Сабағымды тез-тез оқып тастайын. Болды, сабағымды оқып болдым. Ал енді жатайын. Кішкене телефон көре тұрайын. Болды, енді ұйықтайын. Түнде болып қалыпты. Тұрайын. Сағат қанша болды? Сағат 7:40 кетіпті ғой, мен үргенмеймін ғой. Тез-тез қазір жуынайын. Жуынып болдым. Енді тез-тез қазір киімімді ауыстырып алайын. Үргенмеймін ғой сабаққа. Достар, даусым жай шығып тұрса, кешірім сұраймын, кішкене ауырып тұрмын. Осыны кейін бүгін сабаққа. Той, үргенмеймін ғой, тез. Қашан келеді қазір? Біз үй жұмысын орындамадық қой, судан көшіреміз ғой. Иә, судан көшіреміз. Той, не істейміз ол? Келмесе екі алып қаламыз ғой. Ғой тез-тез келсеш, қазір звондаймыз ба? Ой, қазір келерін шығар, отыра берек. Орындарыңыз ұстамайын. Привет, қыздар. Кешіп қалмадың ба? Кешігуге сәл қалдың ғой, алып кел, тез көшіреміз біз. Я, тез берш. Сен қазір келмегенде үй жұмысынан екі алып қалатын едік. Болшы, тез берш. Сендерге беруге міндетті емеспін ғой, қыздар. Бер деген соң берсеш, не жынымызды келтіріп отырсың? Су ғой. Сәр ішінен өліп жатыр. Қазір берсем, тағы да 4 алып қаламын. Ал бермесем, достарым, істесем болады. Бірінші мен сабағымға кеттік. Сілмедісіңдер ме, балалар? Сілмедісің, апай. Сілмесе, апай. Бер. Не болды, қыздар? Сонша мереге тиісіп жатсыңдар ғой. Апай, біз жай не істеп жатқанбыз ғой. Не істеп жатқансыңдар? Тез-тез отырыңдар. Бермейсің, ей. Мені қоңырау болып кетті ғой. Сенің кесіріңнен болды. Қазір бірден үй жұмысын тексеремін. Алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Қане дәптерлеріңді аша қойыңдар, үй жұмысын тексеремін. Қазір, апай. Бірінші сен дұрыс, сенікі дұрыс. Екеуіңдікі қайда? Как всегда орындап келуші едіңдер ғой. Апай, біз жай ғана кім Мери дәптерін бермей қойды. Не дейді? Ой, апай, жоқ, ештеңке деймедік. Не дейді? Мери дәптерін бермей қойды, дейма? Сендер көшіріп жүрсіңдер ма не? Бәсе неғып болар? Как всегда жақсы болып кетті десем? Бұрын мен сыныбын болушы едіңдер ғой, екеуің жаман оқитынсыңдар. Қазір сендер көрсетемін. Бұндай көшіретіндеріңді білмедім ғой. Мен Мериге онда не ақып төрт қойып жүрмін,
Алия, Айзада. Неге төрт қойып жүрмін? Сендердің кестеріңнен ғой? Осы 93-ке шығасыңдар, білесіңдер ма? Сынып жетекшілерін шақырам. Апай жоқ, шақырмай қойыңыз. Шақырам, неғып шақырмайды екенмін. Көшіріп, екеуің 5 алып жүрсіңдер ғой. Не дегені ұжыс бұл? Шақырам мен қазір ағайларың. Мен шақырып жатырма, барайын. Сәлеметсіз бе, яне болды? Мына балаларыңызды 3-ке шығарамын. Неге ол барлық сабақты орындап келеді ғой ол қыздар? Қайдағы мына Мериден көшіріп жүр екен ғой бұл? Жұмыстарын қайда десем, Мери дәптерін бермей қойды дейді. Не деген ужас бұл? Не дейді? Сонда сендер көшіріп жүрсіңдер ма, не? Сендерден сұрап отырмын. Тұр, дес. Мериге бәріміз 4 қойып жүрміз ғой сендердің кестеріңнен. Барлық апайларыңа айтатын боламыз, Мериден көшіреді деп. Апай айтпай қойыңыз. Айтамыз, Николай. Али, Айзада, мен сендерден бұндай вообще күтпедім ғой. Бәсе неғып осылар 5-ке шығып кетті десем, барлық сабағыңнан 5. Жарайсыңдар деп мақтап жүрсем, бұлар көшіріп жүр екен ғой. Жүр, тәрбие заводына барамыз. Жоқ, ағай, бармайсыңдар ма? Өзім шақырам, жүр дедім. Жүр. Жарайды, Мери, бізді кешір. Жарайды ма? Біз білмедік қой. Мына екеуін сенен көшіріп жүр екені. Енді берме, түсінің ба? Бүгін қанша сет, балалар? 20-сы, 12-ші ай, 22-ші жыл. Ой, остақта ше бір. Нерв қоте бередік. Жүртес кәр. Қатаң ескерту қаласыңдар бар ғой. Қазір осыдан кейін мен сабағым. Тәрбиелерін түзейтін боламыз. Екеуің. Көзіме көрінбедіңдерші болды. Бүгін кім жоқ? Мери айта ғой. Бүгін Арман жоқ. Айсири ауырып жатыр. Шолпан да ауырып жатыр. Түсінікті. Сосын Жанел себепсіз. Жарайды. Сонда көте құшы жоқ қой, е? Жарайды. Ой, мына конфеттер кімдікі? Дәмді ғой, жеп алайықшы. Апай, менікі ол. Теспе қойыңыз. Жейікші енді, не болсын шыма. Бұндай конфеттер не болды? Сыныппен жеу керек шығар. Жейсіңдер ме жей ғой? Мен жеу өзім біреу. Рахмет апай. Дәмді екен, я? Жарайды. Екеуің не жұмыстың қайда? Ой, не апай? Енді бір конфетім жеп алысы ғой. Жарайды. Қоңырау болды, шыға беріңдер. Мына енді кісі бар, не дейміз? Мынаны бермеген кесірінен ғой. Енді араласпай қояғыш. Өтірікте дос болмай қояғыш. Бүгін Арлан сабаққа келмеді ғой жата. Сау болыңыз, апай. Аха, сау болыңдар. Мери, бүгін сен 5 алдың. Қадағалаймыздар. Я жүр кет, кір деді. Екеуің бүкіл сабақтан 3 шығасыңдар, түсіңдер ма? Ағай, жоқ. Қалай жоқ? Сәлеметсіз бе, ағай, көрсем болады ма? Ей, сен неғып екінші сабақтан келдің? Апай, ағай, мен ұйықтап қалыппын. Ей, жарайды. Кеше неғып келмедің? Сәлеметсіз ме? Ой, сәлеметсіз бе?
тексереміз және де тәрбиелерін де түзейді. Және де кімді мерейді сұрап алсам деген едім. Қызым, бізде бұларды достар, бұл мерейдің анасы, яғни завуч. Я жібереміз. Мерей бара ғой. Неге? Қызым жинала ғой. Және де я естідім. Көшірмеңдер. Сол үшін қызым торт алып жүр екен, сендердің кесірінен. Жүр кеттік. Ой, сәлеметсіз бе? Қайда барамыз? Қызым, біз сені мүлде қыдыртпай жүрміз соңғы кездері. Яғни барлық сабақ болып кетті. Сондықтан бүгін сені қыдыртайын дедік. Ура, кеттік. Қай жаққа барамыз? Мүмкін ресторанға барайық. Естідіңдер ма? Еш бала көшірмейміз, балалар. Ол біреудің орнын басып алу деген сөз. Енді үйтіп көшірмеңдер. Жаңада бір қыз келем деп еді ғой. Достар, екінші сериясы аяқталды. Міндетті түрде лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштасамын. Всем пока. Соңғы сериясы десем де болды. Бұл екі қызда ешкіммен көшірмейтін болды. Мери өте жақсы оқушы болып қала берді. Вот біздің сериалымыз аяқталды. Міндетті түрде лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока.